Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы кейініп, һәм ол кейімін былғап, былжыратып кемей, таза кемек, дұрысыз. Ләкин өз дәулетінен артық кейінбек. Не кейімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, мұртын, мүшесін, жүрісін, қас-қабағын қолдан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін айран ішерім деп, солардың арқасында сыпайы, жұғымды жігіт атанбаққа. Өзінен ілгерлерге елеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кейінгілерге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киіміндей киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Егерде бір ойласа, қайта адам болмағы қиыныз. Кербез дегенді осындай кердең немеден безіңдер деген сөзге ұқсатам. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық.